Міне алдарыңызда мен қазақпын әні. Домбыраны ең оңай тәсілмен тартуға арналған. Тек қана мына сандарды домбыраның пернесінен санап табасыздар. Яғни 2 болса екінші пернен басасыздар, 3 болса үшінші пернен. Мына белгі қағыс төменге, мынау жоғарыға деген белгі. Барлығы дайын міне. Домбыра еш ұстап көрмеген адам осы тәсілмен тез тартып кете алады. Қараңыздар міне. Мынау домбыраның пернелері. Осы пернеден тек санап тауып отырасыздар ғой. Яғни үстіндегі санды үстіңгі жағынан басасыздар, астындағы санды астынан. Барлығы дайын міне. 5-ші перне болса 5-ші пернен басасыздар. Мынау ең бірінші перне болып есептеледі. Ешқандай қиындық жоқ, міне барлығы дайын. Осы тәсілмен тез үйреніп кете аласыздар. Міне сандары 7, 5, 5, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3. Барлығы дайын. Мына сөзбен бірге айтсаңыздар, тез жатталады. Қайырмасы, міне бірінші жол, екінші жол. Желдей жүйрік жылқы мінбей жалғанда. Барлығы дайын тұр міне. Сосын мынадай да қылып жазып береміз міне альбом ретінде. Қазақ осы әні сөздермен дайын. Бұл енді алғашында төмен жоғары берілмеген, қағысты тек бас бармақпен тартасыздар. Оңай болу үшін әдейі жазып алдық. Алғашқы үйренуші адамға оңай болу үшін. Міне барлығы дайын. Осындай альбом бар. Енді бұл альбом жаңағы Қазпошта арқылы жіберіледі тиімді бағада. Және қосымша WhatsApp'та группаға қосыла аласыздар. Осы альбомды алу арқылы. Шағын альбом, ішінде әндер болады, бір 4-5 ән болады. Барлығы дайын, қалай тарту керек ішінде жазылған. Бұл сызбаны жаңағы WhatsApp арқылы менен тегін ала аласыздар. Бірақ бір шарт бар. Бір шартты орындасаңыздар, мен мына сызбаларды тегін берем. Яғни мен қазақпын әні, тағы да басқа әндер бар, бір 4 әнді тегін берем. Үйрену түсіндірмесімен, мен қазақпын, жақсы адамдарым, кездесерміз біз әлі, аягөз қайда барасын. 4 әнді мен тегін берем. Бір шартты орындасаңыздар. Ол қандай шарт десеңіздер, яғни менің видеомды, дәл осы видеоны қайталап 10 рет көріп шығу керек. Сосын комментарий қалдыру керек. Осы үйрену әдісі туралы өз ойыңызды жазасыз. Егер шартты орындасаңыз, мен тегін берем. WhatsAppқа жазсаңыз, алдымен осы видеоны 10 рет көріп шығасыз, сосын комментарий жазасызды. Жазғасын мен WhatsApp номер жіберем, сосын WhatsAppқа жаза қоясыз, WhatsApp'тан жіберем. Сосын сол жібергенде шығарып алып та осылай тарта беруге болады. Арнайы курсқа жазылам десеңіздер де болады, бірақ ол ақылы. Тек қана осы сызбасын тегін бере алам, егер бір шартты орындасаңыздар осы. Мына альбомды алам десеңіздер де болады, бұл Қазпошта арқылы жіберіледі. Міне. Альбом для рисования ішіне жаздық, міне. 4-5 ән. 5 ән болады шығар енді. Және де басқа өз айтқан әндеріңізді жазып беруге тырысамыз, бірақ ол ақылы енді. Уақытты алады, отырып жазу оңай емес, еңбек.
Яғни осылай домбыраны үйрене аласыздар. Тегін де үйрене аласыздар, көрдіңіздер ғой. Тек бір шартты орындасаңыздар. Бірақ өздігіңізден үйде отырып тарту керек, шыдамдылықпен. Ал егер курсқа қатысам десеңіздер, ол ақылы. Міне, біз шамалы альбомдарды дайындап қойдық. Қазақстан бойынша жібереміз. Ішінде бір 5 әндей болады енді. Ақсәулем әні алдында жазған. Көпшілігі міне осы тәсілді оңай деп алып жатыр. Домбыраны енді құрметтейін, бағалаймын десеңіздер, міне үйреніп алыңыздар. Үйренуге міне таптырмайтын тәсіл. Әндер, күйлер үйренуге болады, неше түрлі, өзіңізге ұнаған. Алғашында мен дайындап берем бір әндерді, одан кейін біліп алғасын, әрі қарай өзіңіз қалаған әндерді тартып кетуге болады. Алғашында шыдамдылық керек, бірақ мына оңай тәсілмен тез жаңағы түсініп аласыз, бірақ тартуға шыдамдылық керек адамның өзіне. Түрлі әндерді тартып, уақытты тиімді пайдалана аласыздар. Үйдегі балаларыңызға алып берсеңіздер болады. Ұялы телефонның қарағанның орнына домбыра тартса, егер балаға пайдалы болады. Әрі ой өрісі дамиды. Жаңадан күйлер тартып, яғни тәрбиелі азамат болып шығады. Домбыра қазақ халқынан ертеден келе жатқан қос ішекті музыкалық аспабы дейді. Домбыраны самырсын, шырша, қарағай тағы басқа ағаштан жасайды, ал домбыраны шегін, пернесін қойдың шегінен жасаған. Міне домбыраны алам десеңіздер, міне самырсын, шырша, қарағай деген ағаштар мына жерге жазып қойыпты. Енді жақсы ағаштар болып тұр ғой, мен ойымша. Басқа да ағаштар бар, енді оны сұрап алу керек. Міне домбыра туралы аңыз да бар. Ертеде биік таудың қиясын тұрақ еткен бұғым аралды аулап азық етіп, күнін көрген бір аңшы жігіт болады дейді. Бірде жолы болып биік таудың. Көптеген аңыздар бар, енді қызықты. Тарихымен бала біліп алса, тарихын айтып, жаңағы күйін тартса, бала біраз ашылады енді. Біраз адамның өсуіне септігін тигізеді домбыра. Міне оркестр. Міне домбыраның түрлері. Енді бұл домбыралар енді көбінесе жоқ қой. Ең қарапайым сол екі ішекті домбыраны үйренсеңіздер, ол да бір жақсы. Мына видеом енді 10 минутқа дейін барады. Сол 10 минутты 10 рет көріп шықсаңыз, мен жаңағы шарт бойынша тегін беретін болам әндерді. Ол көріп шығу не үшін десеңіз, енді жаңағы домбыраның насихатталуына бір жағынан өзіңіз қайта көру арқылы түсініп аласыз мен айтқандарымды. Қайтадан түсіндіріп жіберейін, міне сандар арқылы санап табасыздар. Ешқандай қиын емес. Ты не пришла на новогодний бал әні. Бұл енді қиындау шамалы. Бірақ түсіндірейін, міне екі санды домбырада санап табасыздар. 5 пен 7, яғни 5-ті үстінен басасыздар, 7-ні астынан. Тау сияқты белгі қағыс төменге, ағылшынша V жоғарға. Мына екі сан бір қағыс болып есептеледі. Яғни төменге тартасыздар, екі санды басып. 5 пен 5 болса, 5 пен 5-ті басып жоғары тартасыздар. Қандай сан тұр, соны басасыздар, болды. Сөзмен айтқыңыз келсе, енді сөзмен айтуға да болады, бірақ басында қиын да болады шығар. Бірақ тез үйренуге сөзмен айтқанда жақсы.
қиындау болса сөзді айтпауға болады. Ал құрметті ағайын, кім домбыра үйренгісі келеді, ал осындай жақсы сабақ, осы видеоны көріп шығыңыздар, шартты орындасаңыздар, ал осы домбыраны үйреніп кету мүмкіндігі бар. Жақсы. Ал баршаңызға сәттілік.